Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай кефирден жасалатын тез әрі дәмді печенье жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен 2 жұмыртқамызды осылай ыдысқа салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Араласып болғаннан кейін үстіне 1 ас қасық қантымызды қосамыз да, тағы да жақсылап араластырамыз. Кефир қосып, артынан сұйық майды қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Және 2 шай қасық разрыхлитель қосып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Осындай жұмсақ қамыр дайын болғаннан кейін оны 1-2 см қалыңдықта оқтаумен жайып алатын боламыз. Жайып болғаннан кейін үстіне қантымызды сеуіп, жақсылап қанттың үстінен басамыз. Қантымыз тестаға жабысып қалу үшін. Сосын өзіңізге ыңғайлы формада квадратик қылсаңыздар болады, немесе домалақ етіп ойып алсаңыздар да болады. Өзіңіз қалаған формада кесіп аласыз. Қызып тұрған 180 градусты духовкада 15-20 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Ас болсын достар, жасап көріңіздер, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.